Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлттық нақыштау ою-өрнек қиып үйрендіру және безендіру. Қазақтың ұлттық ою-өрнегі мына жерде жасалу жолдарын көрсетеміз. Қосып қояйық. Бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты қазақтың ұлттық ою-өрнектерін қазіргі таңда дәріптеп түрлі бұйымдарға пайдалану және оны ұмыт қалдырмау. Біз ең алдымен үлгі көрсетіп жатқандай ақпаратты алып шаршы жасап аламыз. Шаршы дегеніміз төрт бұрыш. Шашымыз осылай болады. Оны қақ ортасынан бүктейміз екіге. Екіге бүктейміз. Және жоғарыдан төмен қарай тағы да бірлеп бүктейміз. Екіге бүктейміз және оны тағы да үш бұрыш тәрізді етіп бүктеп аламыз. Осының бетіне оюдың суретін саламыз. Ол үшін бізге қалам қажет болады. Бүктеп алған үш бұрышты қағазымыздың бетіне оюдың суретін саламыз. Оюды саламыз. Осы тәрізді етіп. Қазақ халқында оюлар негізінде кеңінен қолданыста. Үйде көріп жүргендей түрлі көрпешелерде, сандықтарда өте ерте заманнан. Сызып алған сызбамызды жаймен асықпай әдемілеп қиямыз. Оюлар негізінен екі түрге бөлінеді: жануар тектес және өсімдік тектес деп. Жануар тектеске мысалға қошқар мүйіз, түйе табан деген сияқты ою түрлері жатады. Оюдың көптеген түрлері бар. Оны әр ою өз орнына қолдану керек. Мысалға киімге бастыратын тақияға, көрпешеге, текеметке деген секілді әр оюды өзінің орнына қоя білу керек. Ол да үлкен маңызды рөл атқарады. Ал енді қиып болды. Қиып болған оюымызды жаймен жыртып алмай ашамыз. Сол кезде қағаздың бетіне қойған кезде осындай ою шығады. Және де қалған бөлігін тастамаймыз. Оны да ашамыз. Бұдан да тағы бір ою жасауға болады. Жаңағы қиып алған оюымызды алып желімдейміз. Барлығын дұрыстап желімдейміз. Бұндай ою түрімен текемет немесе көрпешелерді жасауға болады матадан қию арқылы. Бұл соның кішкентай бір үлгісі. Қазіргі таңда ұлттық құндылыққа аса көңіл бөліп жатыр. Сондықтан кімнің үйіне кірсек те, көрпешесінде болсын, жастығында болсын, кіргеннен бастап ұлттық ою-өрнектеріміз байқауға болады. Сондықтан ою-өрнекті қиып үйреніп алсақ, болашақта өзімізге де қажет дүние жасап алуымызға болады.
Мінекей, бүгінгі біздің жасаған оюымыз атауы қошқар мүйіз оюы. Сіздерге де осы оюды жасауға, болмаса өздеріңіз қандай ою жасай аласыздар, сол оюды жасауға кеңес беремін. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін.